Сәлем баршаға, ендігі кезекте мясо по-тайски жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, тойым тағамдардың бірі. Дәл осы рецептпен 2 порция шығатын болады. Алдымен еттерімізді, сиырды еті осылай жіңішке және де 4 бұрышты етіп, кесіп, турап дайындап қоямыз. Одан соң бізге огурцы, болгарский, светофор деп атаймыз ғой, чеснок және де пияз, яблочный уксус қажет. Яблочный уксус көп қосып қоймаңыздар. Және де соевый соусымыз қажет болады. Барлығын видеода көрсетілгенде турап шығамыз. Болгарскийді да 4 бұрышты етіп, ал огурцыларды қиғашынан турап шығасыздар, қыздар. Керек емес жерін алып тастап, қиғашынан дәл видеодағыдай турап аламыз. Енді қызып тұрған сковородкамызға кішкене сұйық май құямыз және де етімізді алдымен қуырып аламыз. Етіміз жіңішке қылып кесілгендіктен тез піседі. Сол үшін дәл видеодағыдай барынша жіңішке қылып кесуге тырысыңыздар. Осылса өзінің соғы шығады. Солай 5-6 минуттай асты орташа отта қуырып аламыз. Яғни жартылай пісіріп аласыздар. Пиязымызды салып, пияз сарғайғанша қуырып аламыз. Чесноктарды да өте ұсақтап турап аламыз. Оның үстінен болгарскийімізді, огурцыйды және де чесногымызды салып, тағы да 1-2 минуттай қуырып аласыздар. Одан соң уксусымызды қосамыз. Уксусты, қыздар, жарты чайный ложка яблочный, тек яблочный уксусты ғана қосасыздар. Міне жарты чайный ложка яблочный уксус, одан соң 3 чайный ложка соевый соус, дәміне қарай тұз, паприкамызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай өзінің соғы шығады, өзінің соғына асты баяу отта 10 минуттай бұқтырып аламыз. Етіміз піскенше бұқтырасыздар. Күріштің жасалу жолы алдыңғы видеода көрсетіп өттім. Гарнирге күрішті дайындаңыздар. Осылай әдемілеп ұсыныңыздар, қыздар. Өте тойымды тағамдардың бірі. Күнжутпен ең соңында әсемдеп шығамыз. Қонақтарыңыз келсе де міндетті түрде осы тағамды жасауға кеңес беремін.